Бұл туралы ешкімге жақ ашпаңыз. Ешкімге айтуға болмайтын 7 құпия. Бірінші құпия. Ең бірінші алды қойған жоспарларыңызды ешкімге айтпаңыз. Жоспарыңыз орындалмайынша ешкімге ол туралы айтпаңыз. Кез келген біздің жоспарларымыздың шекі және әлсіз жерлері өте көп. Басқалар дәл сол жерін айтып, жоспарыңыздың күлтілғанын шығарады. Екінші құпия. Істеген жақсылықтарыңызды ешкімге айтпаңыз. Жақсы іс әлемдегі ең сирек кездесетін нәрсе. Сондықтан оны көздің қарашығындай сақтау керек. Жақсы істер үшін өзіңізді көп мақтай бермеңіз. Болмаса, тәкаппарлығыңыз астамсып, жасаған сауабыңызды аяқ асты етеді. Үшінші құпия. Өз тақуалығыңыз жайлы ешкімге айтпаңыз. Ұйқы, күлкі, тамақ, төсек қатынасы жайлы шектеулеріңізді ешкімнің білмегені жөн. Тәннің шектеуі көңілдің тақуалығымен үйлессе ғана пайдалы. Жасаған ерлік, батырлығыңызды ешкімге айтпаңыз. Әр адам күнделікті сан алуан оқиғаларды бастан кешеді. Біреу білекпен жеңіп жатса, біреудің ақылы асады. Күшпен жеңген адамның еңбегі тез бағаланады. Ішкі арпалысты ешкім байқамайды. Сол үшін ешкім марапат бермейді. Бесінші құпия. Рухани жету туралы айтпау. Рухани байлық тек сіздікі. Оны ешкімге айтып, абырой жинай алмайсыз. Айналаңыздағы адамдардың шын мұқтаждығын көрсеңіз, шет жағасын ғана айтыңыз. Алтыншы құпия. Үйдегі ұрыс керіс жанжалды айтпау. Есіңізде болсын, отбасыдағы жағдайды неғұрлым аз айтсаңыз, оның ынтымағы берік бола түседі. Ұрыс араласу барысында жиналып қалған зиянды қуат. Түйткілді талқыланған сайын оған көбірек сене бастайсыз. Жетінші құпия. Баяғыда естіген жаман сөздер туралы айта бермеңіз. Көшеде жүріп, аяқ киімді былғап алуға болады. Дәл солай кейде сананы да былғап алуға болады. Жолда келе жатып, естіген барлық қаңсық сөзді үйге келіп айтқан адамның табалдырықтан аттап, былғаныш аяқ киімін төрген озған адамнан айырмасы жоқ.